Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін енді сіздерге ғылыми жұмыстарын қалай жазу керек, қалай сұраныс беру керек, сол сұрақтарға жауап береміз. Мектепте жұмыста отырмыз, енді сіздерге арнайы осы видеоны түсіріп отырмын. Көптеген сұрақтар туындап жатыр, әсіресе жас мұғалімдер, жас мамандар арасында. Енді бізде ғылыми жобалар болады жылда. Ғылыми жобалардың қазіргі таңда үш деңгейде түрі бар. Үш деңгейі бұл біріншісі зерде, бұл бастауыш пен 5-7 сынып оқушыларына, кіші буын оқушыларына арналған зерттеу жұмыстар байқауы. Дарын бұл 8-11 және МАН кіші ғылым академиясы 8-11. МАН мен дарынның айырмашылығы, дарынның сұраныстары көктемде беріледі, байқауы күзде өтеді. Талаптары кішкене МАНның күрделі, дарынның. Келесі, дарынның секциялары осындай 4 бағыттан басқа да секциялар туындайды. Қарап көріп таныссаңыздар болады. Келесі, жалпы кез келген жұмыстың осындай құрылымынан тұрады. Ең бірінші проблемасы болу керек, яғни қандай мәселені шешу керек, нені зерттеу керек, тақырыбы, өзектілігі, мақсаты, гипотеза, болжам, жаңалығы болу керек, мақсат, міндеттері, әдебиеттер және әдіс тәсіл, зерттеу әдіс тәсілдері, нәтижесі, қорытынды болу керек. Келесі, құрылымы. Бұл 14 шрифт 1/5 интервал, бұл зердеге байланысты, ал МАН мен дарында 12 шрифтпен жазылады. Ең бірінші титул парағы, мазмұны болу керек, абстракт немесе аннотация. Абстракт аннотация дегеніміз сол жұмыс туралы қысқаша мазмұн. Кіріспе, негізгі бөлім, зерттеу бөлім, қорытынды. Қорытындыда міндетті түрде ұсыныстар келтірілу керек, пайдаланылған әдебиеттер тізімі болу керек. Мынау дарынның жалпы титул парағы осылай болу керек. Зерденің титул парағы осы шаблонға саламыз біз. Ғылыми байқаудың секциялары. Зердеде 9 секция бар. Қазақ тілі мен әдебиеті, тарих, этно, мәдениеттану, орыс тілі және орыс әдебиеті, математика, информатика, физика, техника, биология, химия, экология, валеология, психология, медицина, география, өлкетану, ағылшын тілі. География деген бұл өлкетану, экологияға кіріп кетеді. Бастауыштың өзінің бастауыш деген секциясы жоқ бұл жерде. Ғылыми жетекші деген жазылу керек. Бұл жерде мүмкіндігінше университетте істейтін ғылыми дәрежесі бар маман болу керек, сіздерге жетекшілік ететін. То есть бұл кісінің пікірі болу керек бұл жерде. Жетекші өздеріңіз боласыздар. Орындаған оқушылар 1, 2, 3, 4-ге дейін болады бұл жерде. Мүмкіндігінше 1-2 болу керек. Но кіші ғылым академиясының титул парағы, бұл жерде енді МАНның секциялары көбірек, 22 секция, пәндер жеке-жеке ажыратылып беріледі. Негізгі пәндерге қосымша бұл жерде космонавтика деген мысалы қосылады, экология, биомедицина, саясаттану, өлкетану, этномәдениет, этнопедагогика, экономика, психология, құқық деген сияқты басқа да мүмкіндігі бар секциялар бар. Абстракттың талабы 250 сөзден артық болмау керек. Ішінде мақсаты болу керек, гипотеза, кезеңдері, зерттеудің реті, әдістемесі, қорытындысы, практикасы, тәжірибеде қалай қолданылды, нені зерттеді. Мазмұнның рәсімдеу тәртібі, кіріспе, бет, парақ нөмірлері жазылу керек. Бұл беттер жұмысқа сәйкес болу керек. Міне зерттеу бөлімінің өзі бірнеше бөлімнен тұрады.
қорытындыда номерация қойылмады әдебиеттер тізімі және қосымша. Бұл манға сәйкес жазылған 20-25 15 беттен бастап баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес. Кіріспе 2-1 беттен артық болмау керек. Өзектілігі, мақсаты, міндеті, шешу әдістері, зерттеу бөлімі, негізгі жұмыс осы зерттеу бөліміне қарайды. Бұл жерде енді нені зерттеді, қалай зерттеді, бұл жерде схемалы, суреттер, диаграммалар болу керек. Пайдаланған әдебиеттер тізімі оқушының жас ерекшелігіне байланысты еді. Пайдаланған әдебиеттердің ссылкасы көрсетілу керек жұмыстың ішінде. Қорытынды 1 беттен артық болмау керек. Бұл жерде ұсыныстар міндетті түрде болу керек. Енді мынау суреттің, кез келген суреттің асты жазылу керек, осылай атауы болу керек. Таблицаның да атауы болу керек. Егер диаграмма болса, диаграмманың да атауы болады, олардың номерациясы жекелей жүреді. Мынау пікір, отзыв, әрбір жұмыстың мүмкіндігінше осындай ғылыми жетекшінің пікірі болса, оның мүмкіндігі, сұранысы, маңыздылығы жоғарылайды. Рецензия. Бұл келесі енді мына маңызды жобаны қорғау кезеңінде слайд дайын болу керек. Қазір мен өзімнің слайдымды үлгіретінде көрсетемін. Енді биыл егер дистанционный болатын болса, егер онда слайд дайындайсыздар. Жобаның мақсаты болу керек, өзектілігі, міндеттері болу керек. Күнделік, мүмкіндігінше күнделік болу керек, жүргізілу керек. Келесі слайд біздің, мынау менің осыдан 2-3 жыл бұрын 2 баламды шығарғанбыз біз. Ауыз су тапшылығын шешу жолдары бойынша аннотация, өзектілігі, болжамы, ғылыми жобаның мақсат міндеттері, судың қасиеттері, мақсат міндеттері жазылу керек міндетті түрде. Су туралы біз тоқталып өтеміз бұл жерде, сосын суретпен түсіндіріледі. Судың жалпы су туралы бұл жерде ақпарат беріледі. Соның қанша пайызы су алып жатыр жер шарын, оның қанша пайызы ішуге жарамды, мынау әлемде қандай проблемалар бар, қай жерде суға тапшылық. Әлем бойынша тоқталып келеді, еліміздегі проблеманы айтады, сөйтіп ауылымыздағы проблемаға түсеміз. Содан сынып оқушыларынан сауалнама алынды, күнделікті қанша литр су жұмсалады, және сол суды қалай үнемдеуге болады. Сол туралы өзінің шешімін жазады бұл жерде. Және де су туралы мақал-мәтел, нақыл сөздер іздеп тапқан, қалай шешуге болады осы су мәселесін, сол туралы өзінің осындай пікірлерін, шешімдерін айтады. Қорытынды келтіріледі. Осы жұмыстың жалпы нәтижесі бойынша мен оқушыларым пайдаланған әдебиеттер тізімі, оқушыларым ауданда 2-ші орын алған болатын осы жұмыс нәтижесі бойынша. Енді мынау заявканы мен жіберіп қойғам. Зерденің өзі 1-4 сыныптар, младший группа, кіші топ, мынау заявка толтыру тәртібі, міндетті түрде секция жазылу керек, тақырып, секцияға сәйкес болу керек. Келесі 5-7 сыныптардың секциялар бөлек, отчетын мен жасаймын. Келесі мынау манның сұраныс беру тәртібі, бұл жерде гуманитарлық бағыт және математикалық бағыт болып бөлінеді. Жалпы осындай жұмыстарға көбірек қатысыңыздар. Бұл жұмыстарға қатыссаңыздар, құр бос қалмайсыздар. Міндетті түрде жоқ дегенде мақтау қағазы орнымен қайтасыздар. Бұның нәтижесінде сіздердің ғылыми аттестацияда категорияда өтер кезде пайдасы көп тиеді.
Сосын осындай видеоны қалай түсіру керек, сол туралы да біз кейін видеолар салатын боламын. Ол жеке бір видео салынатын болады. Жақсы, сәттілік, істеріңізге сау саламатта болыңыздар.